имамдыққа шығатын адамның немесе жеке намаз оқитын адамның жіберетін тағы да бір қателігі өте нәзік мәселе. Мысалы үшін сен Фатиха сүресін оқып болдың. Фатиха сүресін оқығаннан кейін бізге зәм сүрені оқудың үкімі не? Уәжіп. Фатихадан кейін зәм сүренің арасында кідіріс жасасаң, мысалы үшін келесі сүрені қандай сүре оқимын деп таңдап ойланып тұрсың. Үш тәсбих көлемінде мысалы үшін көп ойланып тұрып қалдың осы жағдайда. Бұл кезде саған саху сәжде жасау міндет болады. Неге? Өйткені лом дейді, яғни Фатихадан кейін зәм сүрені бірден қосу, кідіріс жасамастан, ол уәжіп болып саналады. Яғни ол өз кезегінде бұл рүкінді, одан кейінгі рүкінді кешіктіруге алып барады да, ұзақ кідіріс жасап қалу. Ал егер сүре ойыңа келмей жатыр, мысалы үшін, бұл кезде ол әбестік жоқ. Сүре есіңе келіп тұр. Есіңе келе тұра таңдап біраз тұрып қалсаң, рукуғта да дәл солай. Зікір айту емес. Рукуғта зікір айтып кешіктіру, ол тұра бересің. 5 зікір болсын, 6 зікір болсын, тұра бересің жерде. Дүниелік істі ойлап тұрып қалсаң ұзақ уақыт. Онда саху сәжде жасайсың соңында. Осы нәрсеге мән беру керек. Көптеген бауырлар жаңағыдай немесе имамдыққа шыққан адам сүре таңда біраз тұрып қалады. Бұл өз кезегінде намазға нұқсан алып келеді. Әрбір нұқсанда не кетіреді? Саху сәждесі кетіреді.